Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Антуан Сент-Экзюперидің «Кішкентай ханзада» кітабын ұсынайын деп отырмын. Достар, бұл шығарма ертегі жанрында жазылса да, ересектерге де және кішкентай балаларға да көп ақыл өсиет айтып кеткен екен. Бізде француздың жазушысы Антуан Сент-Экзюпери кішкентай кезінен бастап шығармашылыққа жақын болған екен, өзі суретші болғысы келген екен және де әртүрлі шығармалар жазған екен, бірақ та оның отбасысы сіздің шығармашылықпен жұмыс істесең тұрақты жалақы алмайсың және де сондай шығармашылық адамдарды олар бір серьезный адам деп қабылдамай Антуанға басқа оқуға түсірткізеді және де Антуан бізде истребитель ұшқыштың оқуын оқып кәдімгідей шығармашылықпен айналыспай ол ұшқыштың мамандығын болып шығады. Және де бізде осы Антуан Сент-Экзюпери шын өмірінде сол ұшқыш болып жүріп, Сахара шөлінде авариялық посадка жасап, 4 күн шөлде Сахарада өзінің ұшағымен және қасындағы жолдасымен қалып қалған екен. Және де сол өзінің сол 4 күндік Сахарада тірі қалған күндерін өмірінде бір қатты бір өмірін өзгерткен сәт болыпты. Және де сол 4 күндік Сахарада қонған кезде оны жергілікті адамдар тауып құтқарған кезде оның өмірі өзгеріп, сол Сахарадағы болған оқиғадан кейін оның басына мен бұрында балалық шағымда суретші, жазушы болғым, сондай шығармашылық адам болғысы келген екен, бірақ та өзінің балалық арманын жасырып, тоқтатып, ақша табу үшін әртүрлі басқа мамандықтармен жұмыс істеген. Сол шөлейт Сахарада өліп кете жаздаған кезде ол өмірінің бәрін қайтадан өзіне есеп беріп, жаңадан туылған сияқты шығады да. Және де ол өздеріңіз білесіз, екінші дүниежүзілік соғысында Гитлерлік Германия Францияны жаулап алады. Сол кезде бізде Сент-Экзюпери ақшқа кетіп қалып, сол ақшта өмір сүріп жатады да, және де сол жерде ол өзінің шығармасын жаза бастайды. Ол кезде ең алдымен бізде осы шығарманы жазбас бұрын Антуан көп ішінде ойланып жүреді да, және де көп жылдар бойы әртүрлі ең бірінші суреттер сала бастайды. Біздің тағы да бір айта кету керек, бізде «Кішкентай ханзада» Атамұра баспасынан шыққан нұсқасында бұл жерде осы Сент-Экзюперидің өзінің түпнұсқалық суреттері сақталған екен. Біздің қазақ тілінде әртүрлі баспада жасалған осы «Кішкентай ханзаданың» баспалары бар, бірақ та осы Атамұра баспасында автордың өзінің суреттері түпнұсқасы сақталған екен. Көбінесе автор ең алдымен суретін салған екен, және де бізде «Кішкентай ханзада» алдымен періште ретінде салынған екен. Оның арқасында 2 қанаты бар, солай салған, бірақ та баспадағы редактормен ақылдасып, қанаты бар періште ол кішкене қатты күрделі болып кетуі мүмкін. Сол үшін сол арқасындағы қанатын сол біздің ханзадан бізге шарфқа ауыстырып тастаған екен. Және де солай біздің өзіміз білетін, танитын «Кішкентай ханзаданың» образы пайда болады. Өздеріңіз білесіздер, мұнда Роза, Түлкі деген сияқты әртүрлі образдар бар. Соның бәрін автор өзі қолмен салған. Және де ол қолмен салып болып, өзінің осы ертегісін жаза бастайды. Бұл ертегісі автобиографиялық деп есептейді көптеген сыншылар, өйткені бұл оқиғада автордың өмірінен көп нәрселер алынған, және де осы жұмысымен автор оқырмандарға өзінің жасалған қателіктерін айтқысы келетін ақылын, ойын оқырмандарға осылай ертегі форматында жеткізген екен деп айтады. Бізде оқиға ұшқыш Сахарада апатқа ұшырайды, және де ол да ұшағы бұзылып қалғандықтан құмда ұшқыш солай жүрген кезде адасып Сахарада біздің ұшқышқа көз алдына осы «Кішкентай ханзада» пайда болады. Және де ол «Кішкентай ханзада», кішкентай бала ұшқышқа айтады: сіз маған не салып қойдың суретін салып беріңізші деген ұсыныс тастайды. Және де солай шөлде отқан, адасып өлейін деп отқан ұшқыш қолына карандаш пен блокноттың қағазын алып,
қой кішкентай баланың өтінішін жасау үшін қойлар салып беріп балаға ұсынып отырады кішкентай ханзадаға, бірақ та ханзадаға оның салған қойлары ұнамайды. Кейбір шеттер қайтадан салғызады, қайтадан салғызады. Солай отырған кезде бізде көп жылдар бойы сондай қолына қарындаш шалмаған, шығармашылықпен айналыспаған, кішкентай кезінде ғана айналысқан бізде ұшқыш кішкентай ханзаданы былай алдайды. Төрт бұрышты қорап салады да айтады: мен қораптың ішінде сенің өзінің қалаған қойдың суреті салынып тұр деп солай балаға ұсынады ханзадаға. Және де кішкентай бала сол жауаппен риза болады да ол қағазға өзіне сақтап, рахмет, өзінің қалаған қойым сол қораптың ішінде деген сияқты ұшқышқа рахмет айтады. Міне содан бастап бізде ұшқыш пен ханзада арасында танысу басталады. Және де кішкентай бала ұшқыш екеуі сөйлесіп, ол қаяқтан келгені туралы біле бастайды ұшқыш. Бізде кішкентай ханзада деген бала үлкен алыста орналасқан кішкентай планетада өмір сүрген екен. Ол космоста, ғарышта, және де кішкентай ғана планета болыпты. Ол планетаның өлшемі бір үйдің ауласының өлшемінде ғана кішкентай планета болған екен. Және де ол жерде күн тез батып, тез таң ататындай, күн тез өтеді екен. Және де ол жер шарында бізде кішкентай ханзаданың өзінің жұмыстары болған екен. Міне ол таңертең тұрады, сол планетада әртүрлі арамшөп, ағаштар өседі. Сол планетасына егер өзі барып, сол шөптерін орып, ағаштарын бұтамаса, ол жердегі ағаштар иесіз болса, қаптап өсіп, сол планетаны бұзып тастауы мүмкін. Сол үшін кішкентай ханзада өзінің жеке планетасын, өмірін деп айтсақ та болатын шығар, тазартып, күнделікті ұқыпты іс-әрекеттер жасап жүреді. Және де бізде айтады, кішкентай ханзада өзінің бір жақсы ұнататын сәті ол күннің шығуымен күннің батуын жақсы қалап, аспандағы жұлдыздарға қарап, сол кішкентай балалардың іс-әрекетін жасайды. Және де бізде ұшқыш көп жылдар бойы ондай қарапайым қуаныштарға қарауды ұмытып кеткен. Және де сол кішкентай ханзадамен әңгімелесіп жатып, өмірдің қарапайым сәттерінен ақ жақсылықтар алуға болатынын түсінеді. Және де бұл жерде бізде сол кішкентай планетада кішкентай ханзадаға бір өсімдік пайда болады. Ол қарайды, басында ол тез өспейді, сөйтсе ол өсімдік көп уақыттың ішінде раушан гүл, розаға айналады екен. Және де сол кезде біздің кішкентай ханзада сол розамен танысып, оған ұқыпты гүл, арам шөптерін тазартып, оған гүл салып жүрсе, розамен танысады. Роза кішкене мінезі кішкене ауырлау болады, оған күтім ерекше керектігін айтады. Және де ол айтады: мен басқа планетадан келгенмін, мен осындай ерекшемін, маған түнде егер де осы күн батса, түнде мен жаурап қалуым мүмкін, мені қорғауың керексің деген сияқты. Кішкентай ханзада мен роза арасында, раушан гүлдің арасында бір сезім пайда болады. Екеуі бір-бірімен жақсы танысып болған соң, бізде кішкентай ханзада сол раушан гүлін жақсы көріп, оған күнделікті ұқыпты қамқорлық жасап жүреді. Бірақ та екеуінің арасында ұрыс та болып жатады. Мысалы, өйткені роза оған маған уақытыңды бөлуің керексің деген сияқты бір арасында сондай конфликттер болады. Және де сол кезде бізде кішкентай ханзада раушан гүлмен ұрысып қалып, сен мінезің қиын деген сияқты. Және де өзі де раушан гүлдің екеуінің қарым-қатынасын түсіне алмай, кішкентай бала болғандықтан ол не істеу керектігін білмей, роза гүлді тастап, басқа да планеталарға саяхаттауға кетіп қалады. Және де басқа планеталарда кішкентай болады. Оның әр планета бір 4-5 планетаға болады. Біздің кішкентай ханзада ол жерде де мысалы бір планетада бір патша отырады. Ол планетаға барса, сол патша: мен осындайда осындаймын, мен бүткіл осы планетадағы аспандағы жұлдыздардың да әміршісімін деп әр
кішкентай ханзада кездесетін кішкентай планеталарда адамның бір жаман қасиеттері көрсетілетін сияқты болады, метафорамен көрсетілген. Бір жерде ол сондай бір маскүнемнің планетасына барады, ол жерде бір сол жалғыз планетада бір адамнан тұрады, сол планета мысалы маскүнем болады, ол көп арақ ішеді, және де сол арақ ішкен үшін ұялады, сол ұялған үшін тағы да арақ ішеді. Солай былай маскүнемдігін тастай алмайды. Ол әрқайсымен сол патша планетасында және сол маскүнемнің планетасы және де тағы да бір есепші болады. Мысалы есеп шығарып басын аспанға қарамайтын және де бір саяхатшының да бір планетасына барады, бірақ ол өз бөлмесінде кабинетінде отырады, бірақ та ешқайда өзі шықпай, тек қана мысалы аспандағы жұлдыздар туралы ғылыми трактаттар жазады, бірақ өзі аспанға қарап жұлдыздарды ешқашан өзі қарамаған, тек қана сол жазбамен ғана зерттеген сияқты көптеген сондай кейіпкерлер болады. Сол бәрі кейіпкерлерді көріп ең аяғында ол біледі, тағы да бір басқа планета бар екенін, және де ол біздің жер шары планетасына келеді. Ең аяғында ол жерде біздің планета кішкентай ханзада және де оның алдындағы планеталардан қарада әлде қайда үлкен, және де оның ішінде көптеген патшалар бар, көптеген маскүнемдер, көптеген жұмысқа беріліп кеткен, мысалы кейбір кейіпкерлер болады, жұмысқа беріліп кетеді, өмір бақи жұмысына адал болады да, бірақ та жұмыстан басқа ештеңке, басқа арман немесе бір өмірдің мәнін іздемейтін бір кейіпкерлер сияқты жер планетасында көптеген миллиондаған адамдар болады да, бірақ әрқайсысының өзінің бір кемшіліктері болған сияқты болады. Және де сол жерде біздің кішкентай ханзада түлкімен танысады, және түлкі арасында екеуі достық болады. Түлкі түсініп отқандағыздай оған кішкентай ханзадаға ақыл айтып, оның бір серігі сияқты болады. Және де сол кітаптың ең атақты сөздері сол: егер де сен бір адамға оны үйретсең, оған жақсылық, қамқорлық жасап, ол адамды өзіне қабылдасаң, ол адамға сол араларында махаббат болса, сол адамға сен жауапкершілігің болу керек. Ол адамды сен енді өмір бақи соны қорғауың керексің деген сияқты солай түлкі айтады. Және де біздің кішкентай ханзада бізде сол өзінің раушан гүлін сағынады. Өзі бұрында ұрыс қалғанда, айтпақшы, сол кететін кезде раушан гүл өз сезімін білдіреді, бірақ та екеуі былай көп ұрысқандықтан, мысалы сол екеуі бір-бірін жақсы көрсе де, кішкентай ханзада кетіп қалған болатын. Және де сол өзінің қателіктерін түсініп, бізде кішкентай ханзада өз планетасына қайтуды жоспарлап жүреді. Өйткені көптеген жер планетасында әртүрлі раушан гүлдер болады, неше түрлі гүлдер болады, бірақ та айтады, мында көптеген миллиондаған раушан гүлден де әдемі гүлдер бар, бірақ та ешқайсысын мен өзімнің раушан гүліме жетпейді, өйткені мен екеуміздің арамызда махаббат бар деген сияқты өз планетасына қайтып, сол өзінің раушан гүліне қайтуды жоспарлайды. Және де кітаптың аяғында қалай қайтты деген сәтте де мен оқыған кезде бір екі ойлы болып қалдым, өйткені кішкентай ханзаданы қайтыс болған сияқты болады да, бірақ та ұшқышқа айтады, бұл жай ғана мен денем ғана солай өлген сияқты болуы мүмкін, бірақ та мен өзім сол ғарышқа, аспанға ұшып, сол жұлдыздардың арасына барып, өз планетама барам деген сияқты сондай оймен айтады. Бірақ енді кішкентай ханзада шын өмірде өлді ме сол оқиға бойынша, немесе сол шынымен оның жаны өз планетасына сол раушан гүлге қайтып барды ма деген сияқты ой қалады. Және де солай бізде оқиға аяқталады. Жалпы бұл шығарманың мазмұнын бәрі біледі деп ойлаймын, өйткені мультфильмі бар, әртүрлі ВК-да сондай да дәйек сөздер болатын. Осы шығарманы негізі оқып жатып көп сағат талдауға болады. Өте керемет шығарма. Мен өзім сіздерге осы кішкентай ханзада деген шығарманы оқып, өздеріңіз қандай ой түйдіңіздер, осы видеоның астына жазып кетсеңіздер болады.
Мен сіздердің пікірлеріңді оқып қуанар едім. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.